Құран кәрім хикаялары. 4-ші хикая Худ алейхиссалам. Ад қауымы. Ад қауымы араб түбегінің оңтүстігін мекендейтін ел еді. Аллах тағала оларға көптеген жақсылық пен нығмет нәсіп еткен болатын. Оларға сылдыраған мөлдірде таза бұлақтар ағызып берді. Олар суы мол, бау-бақшалы жерлерге егін егіп, жайқалған егістік жерлерде өмір сүрді. Әрі үлкен, биік, салтанатты сарайлар салды. Сондай-ақ Аллах тағала әлемде ешкімге берілмеген күш-қуатты да оларға бергенді. Аталмыш қауым бұл мекенде өздеріне берілген жақсылық, нығметтермен бақытты болып, бау-бақшалар мен сарайларда рахатты өмір сүріп жатты. Өздерінің тыныш өміріне мәз болып, ойын күлкі мен сауық сайраннан басқаны білмеді. Ад қауымы өздеріне осынша нығметтің, күш-қуат пен ажардың берілгеніне қарамастан, бұл жақсылықтарды кімнің бергенін, қайдан келгенін ақылға салып ойлап жатпады. Сондай-ақ олар бұл әлемнің және ондағы жаратылыстардың шынайы жаратушысын тануға тырыспады. Өздерінің жаратушысын танып білудің орнына, олар нәпсілерінің қалауына бағынып, шайтанның азғыруымен пұттар жасап, оны өздерінің құдайы деп таныды. Және сол пұттарға табынып, сәжде жасады. Құрбандықтарын да өз қолдарымен жасалған пұттарға арнап шалып, дұға тілектерінде соларға айтатын. Олар әрдайым менмендік пен өркөкіректік жасап, іштеріндегі әлсіздерін қорлап, кішілеріне өктемдік жасайтын, және әлсізді аяу, кішіге ізетпен қарау тәрізді ұғымдарды түсінбейтін. Мінекей олар Нұх пайғамбардың қауымынан кейінгі алғаш пұтқа табынған қауым болды. Ақыл және түйсіну. Бұл қауымның ішінде өте жақсы мінезді, Худ есімді парасатты бір кісі бар еді. Ол өз қауымы істеп жатқандай бұзықтық, зорлық, зомбылық, надандық әрекеттерге бармады. Ол ақылына салып ойланып, бұл пұттардың дұғаларды қабыл қылатын пенделерге жақсылықты беріп, жамандықты қайтаратын нағыз құдай еместігін түйсінді. Және әлсіздерге күш көрсетіп, зорлық, зомбылық жасаудың жақсы қасиет емес екендігін білді. Сондай-ақ ол әлсіз адамның қаншалықты кедей, жасы кіші болса да, қорлық көру үшін жаралмағанын, өзгелер секілді оның да адам екендігін түсінді. Худ жаратылысты кім жаратқанын ойлап, әрі әлсіздердің ақысын алып берудің жолдарын іздестіре бастады. Ақырында ол бүкіл әлемдердің жаратушысы бір Аллахқа жол тапты. Худ қауымы тура жолдың көрсетілуіне мұқтаж болатын. Алла тағала бұл қауымды да ұмыт қалдырған жоқ. Керісінше Худ қауымын өз мейіріміне бөлеп, оларға тура жол көрсетуді қалады. Сөйтіп, ол қауымды жаратушыларына шақыратын, пұттарға табынудың қате әрі кешірілмейтін күнә екенін түсіндіретін елші жіберетін болды. Аллах адасқандарды иман жолына түсіру үшін қауымына Худты пайғамбар етіп таңдады. Алла тағала Худқа: Аллах сені ақиқат және иман жолына жолдайды. Енді сен бүкіл әлемнің Раббысының елшісің. Тұр, қауымыңды ескерт. Олардың құлшылықтарына қолдан жасалған пұттар емес, бүкіл әлемді жаратушысы Аллах қана лайық еткенін жеткіз, деп аян берді. Пайғамбарлық пен кәпірлердің одан бет бұруы. Худ бұл ардақты пайғамбарлық міндетін абыроймен атқаруға кірісті. Ол өз қауымына тура жолды түсіндіруге шықты. Ол: ей қауымым, өз қолдарымен жасап, өздеріңіз сыйынып жатқан бұл тастар не? Олар сендерге пайда немесе зиян келтіре ала ма? Олардың көздері мен құлақтары бар ма? Бұл тастардың ешқандай зиян яки пайда келе алмайтынын естиде, көре де алмайтынын көрмейсіңдер ме? Сендердің бұл істерің ақылға сыймайды. Сендерді және сендер табынған тастарды, бүкіл дүниені бір Алла тағала жаратқандықтан, құлшылықтарың тек бір Аллаға ғана лайық, деді. Худ олардың түсініп, иманға келуінен және тура жолға бет бұруларынан үміттеніп, көптеген насихат сөз айтқан еді. Бірақ олардың жүрегінің тастай қаттылығын, құлақтарының кереңдігін, көздерінің соқырлығын көріп, санасының ақиқатты қабылдауға жарамайтынын түсінді. Олар: ей Худ, бізді шақырып жатқаның қандайыз? Сен біздің ата-бабамыз сыйынып өткен пұттарға ғибадат етуді тоқтатқанымызды қалаймысың? Қалайша сен бізді тек бір Аллаға ғана ғибадат жасауға үндейсің? Ей Худ, бұл бұттар бізді өзің шақырып жатқан құдайға жақындатып, оның қасында бізге шапағатшы болмай ма?
Әй Худ, бізді осы күйімізде қалдыр. Ата-бабамыз мүсін пұттарға сыйынған еді. Біз де олардың жолын ұстанып, пұттарға сыйынамыз. Біз бабаларысынан бас тартпаймыз, деді. Надан қауымның жаласы. Худ қауымына Алла тағала сендерді естіп, көріп тұрушы. Ол мына соқыр, керең тастардың ортаға қойылып, дәнекер болуына мұқтаж емес. Тек Аллаға ғана ғибадат жасаңдар. Сендер пұттарға өмір бақи табынсаңдар да, олар сендерді ешқашан Алла тағалаға жақындатпайды, керісінше алыстатады. Бұл әрекеттерің сендердің надандықтарыңның айқын көрінісі. Ал сендер өздеріңді ақылдымыз деп ойлайсыңдар, деп жауап берді. Худтың айтқан уағызын құлағына ілмеген олар қасарысып, сен ақылынан айырылған ақымақсың, өтірікшісің, сенде пайғамбарлық берілетіндей ешбір ерекшелік жоқ, сен де біз сияқты пендесің, сен ешқашан бізден артық бола алмайсың, деді. Пайғамбардың сабыры. Худ өз қауымының жала жауып балағаттағанына төзімділік көрсетті. Оларға: ей қауымым, мен ақымақ та, ақылынан адасқан да емеспін, және өтірік те айтып тұрған жоқпын. Мен өздерің сияқты адам болсам да, Аллах тағала мені сендерге пайғамбар етіп жіберді. Бәлкім, егер Алла тағала сендерге елші жібермесе, сендерді ұмыт қалдырып көңіл бөлмесе, таңғаларлығы сол болар еді. Ей қауымым, мен бала кезінен сендердің араларында өмір сүріп келемін. Менің бірде-бір рет өтірік айтып, жалған сөйлегенді көрдіңдер ме? Менің ақымақтық немесе бұзықтық жасағанымды көрдіңдер ме? Мен сендердің бұл айтқандарыңа ренжімеймін, әрі сендердің иманға келулеріңнен үмітімді үзбеймін, деді. Худ уағыз насихатын жалғастырып, қауымына: мынау ғажап жаратылысқа және ондағы нәзік тәртіпке қараңдаршы. Аспан, жұлдыз, жер, тауларға бір назар салыңдаршы. Сөйтіп, осыларды жаратқан жаратушыға иман келтіріңдер. Алла тағалаға сеніп, одан күнәларының кешірілуін тілеңдер. Аллах мейірімді әрі кешірімшіл. Аллах тағала сендерді кешіріп, нығметтерге бөліп, мал-мүліктерің мен күш-қуаттарыңды арттырады. Біз бір Аллахқа ғана ғибадат жасап, оған ешкімді ортақ етпеуге міндеттіміз. Ей қауымым, ақылмен ойлап, менің сөзіме құлақ салып түсініңдер. Сендерді жаратып, көптеген игілікті нәсіп еткен Аллах тағалаға қарсы шықпаңдар. Аллахқа бағынып, оның пайғамбарына еріңдер, деп айтты. Ескерту. Худ: ей қауымым, сендерден кім Аллахқа және оның пайғамбарына бойсынып, хақ дінді қабылдаса, оған бұл дүниеде ешқандай жамандық болмайды. Әрі қиямет күні Аллах тағала қайта тіріліп есеп алғаннан кейін оны жәннатқа кіргізеді. Ал кімде-кім кәпір болып, шектен шықса және өр көкіректік жасап, Аллахқа бойсынбаса, таяу арада қызып тұрған тозақ отына кіргізіледі. Ей қауымым, Алла тағаладан қорқыңдар. Ол сендерді жаратты және бұл дүниеде сендердің жандарыңды алады. Сосын қиямет күні алғашқы жаратқандай өздеріңді қайта тірілтіп, істеген амалдарың үшін есепке тартады да жәннатқа немесе тозаққа кіргізеді, деп қауымына Аллахтың ескертуін жеткізді. Бірақ бұл қауымның адасуы тереңдеп кеткендіктен Худқа адамдардың аз ғана бөлігі иман келтірді. Олар ақылына бағынып, тура жолды тапқан және пайғамбарды тыңдап, оған бойсынған жандар еді. Өз қауымының күпірлігін, қасарысқандығын көргеннен кейін де Худ пайғамбар насихатын айтуды тоқтатпады. Бұған қарамастан қауымы адасуын жалғастыра түсті. Бір кезде аспанды қара бұлт торлады. Мұны көрген кәпір қауым жаңбыр жауғалы жатыр деп жорып қуанысты. Бірақ Худ бұл бұлттың жақсылық әрі жаңбыр бұлты емес, керісінше бұл кәпірлердің азабына жіберілген Аллах тағаланың жауабы екенін білді. Оларға: ей қауымым, бұл бұлт сендерге азап ретінде қатты жел алып келе жатыр. Өйткені сендер шындықты тыңдамай, өздерің үшін надандық пен пұттарға табынуды ұнаттыңдар. Ендеше азаптарың мен қасіреттеріңді күтіңдер, деді. Жоюшы жел. Шындығында кәпірлерге азап жолданған еді. Худ бұл сөздерін айтқаннан-ақ Алла тағаладан оған және мүміндерге ат қауымның кәпірлерінен алыстауларын бұйырған аян түсірілді. Біраз уақыт өткеннен кейін кәпірлердің үстіне олар бұрын соңды көрмеген жойқын жел соғып, ағаштарды жұлып,
хайуандар мен басқа заттарды көтеріп шөл далаға лақтырып, ұшы қиырсыз алысқа ұшыра бастады. Кәпірлердің жүрегін қорқыныш басып, үрейі ұшты. Олар жасырынса құтыламыз деген үмітпен үйлеріне асықты. Бірақ Аллахтың азабы түзге де, үйге де бірдей еді. Қатты жел Сахара құмын көтеріп, 7 түн 8 күн тоқтаусыз соқты да үйлердің астан кестеңін шығарды. Жер бетінде кәпір атаулының ізін де қалдырмастан олардың денелерін, малдар мен үйлерін жойып жіберді. Аллах тағала кәпірлерге зұлымдық, әділетсіздік жасаған жоқ. Кәпірлер Аллахтан бет бұрып, өздеріне өздері зұлымдық жасады. Мінекей, кәпірлердің жазасы әрқашан осындай болады. Жаратушы Аллах оларға Худты пайғамбар етіп жіберу арқылы адасушылықтан қайтуларын қалады. Худ оларға Аллахтың бұйрығын жеткізіп, тура жолға насихаттады және азаптың келуін ескертті. Бұл уағыз Худ сүресінің 56-57 аяттарында: аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын. Мен тек қана менің де, сендердің де Раббымыз Аллахқа тәуекел еттім. Әрбір тірі жан оның қол астында. Әлбетте, менің Раббым тура жолда. Мен сендерге өзім арқылы жіберілген дінді жеткіздім. Егер менің шақыруынан бет бұратын болсаңдар, Раббым сендерді жойып, орындарыңа басқа елді әкелсе де, сендер оған ешбір зиян келтіре алмайсыңдар. Әлбетте, Раббым әр нәрсені бақылап тұрушы делінген. Асыл сөздердің астарын түсінген әрбір пенде үшін бұл зор ғибрат, қасиетті өнеге болмақ. Ақиқаттың жеңісі. Худ өзіне ілескен мүміндермен бірге құтылды. Олар шындық пен жалғанның күресі немен аяқталғанын сыртынан бақылап тұрды. Надан кәпірлер жойылды. Олар жайлы Аллах тағала: біз оларға зұлымдық қылмадық, бәлкім олар өздеріне зұлымдық қылды деген.